Достар, сәлем, сіздермен Назгүл. Бүгін керемет баялыдан жасалатын салаттың рецебімен бөлісетін боламын. Сіз каналыма тіркелуді ұмытпаңыз. 2 орташа баялдыны алып, сыртын тазалаймыз. Одан кейін 2-ге бөліп, майда бөлшектерге тураймыз. Сіз баялдыны қалаған формада турасаңыз болады. Баялдыны турап болғаннан кейін бөлек ыдысқа салып, үстінен жүгері крахмалын себеміз. Жақсылап араластырып қойып қоямыз. Тәтті бұрышты алып, тазартып, 4 бұрыштап тураймыз. Пиязды алып, тазартып, оны да үлкен бөлшекке тураймыз. Одан кейін бір-бірінен ажыратамыз. Сарымсақты алып, майдалап тураймыз. Көк пиязды ұзын-ұзын қылып тураймыз. Достар, менің каналымда басқа да салаттың рецептері бар. Қарап көрсеңіздер болады. Және каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Көкөністі турап болғаннан кейін соусты жасауға кірісемін. 2 ас қасық соя соусын аламыз. Оның үстінен 1 ас қасық 6% алма қышқылын қосамыз. Екі сарымсақты езгіштен өткізіп, барлығын жақсылап араластырамыз. Табаны қыздырып, май қойып, баялдыны бір-біртіндеп салып, жақсылап жан жағынан қызарғанша қуырып аламыз. Одан кейін майлыққа түсіріп, майын сорғытамыз. Табаны қайтадан қыздырып, май қойып, сарымсақты қуырып аламыз. Одан кейін пиязды жұмсарғанша қуырамыз. Пияздан кейін тәтті бұрышты салып, тағы да жақсылап қуырып аламыз. Тәтті бұрыш пен пияз жұмсарғаннан кейін қуырылған баялдыны салып, жақсылап барлығын араластырамыз. Одан кейін дайындалған соусымызды үстінен құямыз және 1-2 минут тұрып қоямыз. Үстінен көк пиязды салып, барлығын жақсылап араластырамыз. Достар, біздің салатымыз дайын. Бетіне құнжыт дәнектерін сепсеңіздер болады. Ас болсын, достар. Достар, каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруыңызды сұраймын. Үлкен рахмет.